Так, мотыганы алып барып барлық грядканы тазалап тастамаса, мото грядкалардың бәрі толып кеткен. Қазір күз айы дегенде нағыз бізде огородтың өсетін кезі. Так, мен камераны қосып, қалай өзім огород жинап жатқанымды көрсетейін. Так, хей, барақтарыңызға сәлем достар, сіздермен бүгін Ермұхан достар, видеоның атын көріп тұрғандарыңыздай. Бүгін біз дейтін мына грядкалардың бәрін жинайтын боламыз. Достар, мына қараңыздар, уже бізде грядкалардың көбісі өсіп кеткен екен. Ана жақта да бәрі короче өсіп кеткен. Бүгін біз ауылдағы барлық грядкалар жинайтын боламыз. Достар, мына қараңыздар, бүгін бізде дейтін мынау сәбіздер дейтін өте көп шығып кеткен. Так, мынау бізде былай бұзылып қалған екен. Так, осылайдан сәбіздердің бәрін өсіп екіп шықпасақ достар, а то бізде деген грядкалардың бәрі так маған біреу звондап жатқан сияқты. Так, алло, саламатсыз ба? так, саламатсыз ба? Мен Қарымбаев Нарымбай. Мен сізге 13-ші полициялық учаскеден звондап тұрмын. Аха, тыңдап тұрмын, айта беріңіз. В общем, сіздердің ауылдарыңызға 13-ші ауылға құпия бір адам кіріп кетті. О адамның аяғы балыққа ұқсайды, яғни русалка ұқсап кетеді. Сондықтан абай болуларыңызды сұраймын. Себебі ол любой момент өзінің магиясын қолдануы мүмкін. Так, магия дейсіз бе? Жарайды, мен бірақ ондай адамды көрген жоқпын. Мен қазір жителерден біреулерден болмаса сұрап көрейін, яма? Болмаса көрсем сізге хабарын айтамын ғой, яма? Все. Маған көрсеңіз, маған бірден хабарын беріңіз. Ол адам бізде аквариумнан қашып кетті. Аквариум? Түсінбедім, жарайды, мен бір-екі жұмыстарым береді, мен соны істеп тастаймын. Жарайды, сау болыңыз. Сау болыңыз. Так, ема, не болды мынау достар? Бізге русалка адам қашып кетті дейді достар. Ема, русалка адам дейтін өмірде бар ма не? Ема, достар, мен оның бәрі миф па деп жүрсем. Так, ол ештеңе емес. Так, мына жақта грядкалардың бәрін біз жинап тастап берейік достар. Ема, так, бірақ біртүрлі екен да, достар. Русалка адам дейтін ол аквариумнан қашып кетті деген сөз, ол ема біртүрлі естіледі екен кәдімгідей. Ема, русалка адам деген ол біртүрлі достар. Шынымен қарап отырсаңыздар бар ғой. Русалка адам дейтін ол достар мүмкін реально қашып кеткен шығар достар. Мен соңғы кездер осындай Майнкрафтта андай-мындай аномалияларды көріп жүргенмін достар. Ема, аномалиялар бізде так мына жерге сәбіздеп қойық. Аномалиялар Майнкрафтта соңғы кездер өте көп болып жүр, потому что дейтін андай эксперимент жасайтын нелер көбейіп кеткен қазір, андай типа докторлар көбейіп кеткен. Солардан қорқып тұрмын достар. Ема, так біз барып жинаған жеміс көкөністерімізді апарып мына ішіне салып тастайық достар. Так, осылайдан салып тастаймыз. Так, енді біз енді үйдің артындағы нені грядканы барып жинап тастайық достар. Бізде жителдер өздері жүр екен өз істерімен. Так, ема, мына біздің нені білдіріп кеткен достар. Ема, біздің грядканы білдіріп кеткен екен. Так, мына грядканы кішкене біз жөндеп қоюымыз керек достар. Қараңыздар, ема, мынау ағып. Так, мені көзіме көрініп тұр ма, или мынау сондай ма достар? Қараңыздаршы. Ема, достар, қараңыздар. Ема, мынаған қалай батпай тұрмын мен достар? Мынаған қараңыздар достар. Ема, мынаған астына мен қалай батпай тұрмын достар? Мынаған астына бір блок па бірдеген тұр достар. Так, мынаған ішіне енерсе не шығып жатыр мына жерге, не иіскеп жатыр? Ема, бір жаман иіскеп жатыр. Так, достар, ема, мен көзіме көрініп тұрған жоқ достар. Судың астында үй тұр достар, қараңыздар. Мына су ағып дейтін мынаның үстіне кіріп кеткен ба, қалай мен түсінбедім. Так, мынаған қалай кіреміз? Мына жерде бізде люк бар екен достар. Ема, айналамызда ешкім жоқ па? Так, жителер ана жаққа қарап тұр. Так, достар, мына жақта ешкім жоқ. Так, мына житель кетіп қалсын достар. Все, мына житель бізде кетіп қалды. Так, ешкім жоқ қоя достар. Так, мынау кімнің үйі болып тұр достар? Ема, қазір мына іште кіріп көрейікші. Так, не шығып жатыр достар мына жақтан? Ема, бәсе неғып сасып жатыр десе, мына жақта бізде балықтар тұр екен достар. Так, мынау кімнің үйі достар? Ема, мына жақта не болып жатыр? Кожаный куртка не істеп тұр, мен мынаны түсінбедім достар. Так, мына жерде бізде не бар? Так, ема, достар, мына жерде бізде балықтың түрлері бар. Мына жерде бізде рыба клоун, рыба фугу, рыба клоун, сырая треска бәрі тұр ғой достар мына жерде дейтін. Так, мына жаққа кіріп көрейік. Так, мына жерде бізде есік жоқ қой достар. Мына үстіне қалай су ақпай тұр, мен соны түсінбедім достар. Судың астында қандай мынау? Так, достар, мынау дейтін просто офигеть, немене? Так, достар, мына ішіне кіріп көрейік. Так, ема, мына жақ немене? Мынау балықшының үйі ма достар? Қараңыздаршы, мына жерде бәрі, мына жерде удочка тұр. Ана жерде бізде удочка тұр, көрдіңіздер ма достар? Мына жақта да удочка тұр. Так, мынаның сундуктың ішіне шығып қарайық. Мына жақта да балық, мына жерде де балық. Холодильниктің іші полностью балық достар. Ема, так, мына жерде бізде кровать.
мына жерде телевизор достар, мына үйіме немене бәле достар, қараңыздаршы. Мына жерде раковина да осы жерде тұр, туалеті де осы жерде тұр, қараңыздар достар. Ё-моё, офигеть. Так достар, бассейн сияқты болған ғой мына жерге. Офигеть, мына бассейн не үшін достар? Ё-моё, үйдің ішінде бассейн не керегі бар? Так бассейн, оны секірем еще. Бәрекелді достар, осылай примерно осылай секретім болып тұр ғой онда ол, ё-моё, базар жоқ. Так мынадан қалай шығамын мен? Ё-моё, мына баг. Достар, мен багаға кетіп қалдым. Так мынадан қалай шығамыз? Все, достар, шықтық. Так, ё-моё, мына жақ дейтін, офигеть, мына жақтар түсінбедім, мына кімнің үйі екен достар? Ема патолог, бірақ патологың зор істепті да мына жақтың да, ал мына жақта бычыт болып қалған екен достар. Ема так телевизорды қарап көрейінші мен. Так осылай. Ей! Так достар, ё-моё, так біз пистолетімізді аламыз. Так, сен кімсің? Ей, мені атпа, мен немін, русалка адамын, маған тиіспе. Русалка адам? Сен аквариумнан қашып кетті деді қазір. Полицияға звондаймын қазір. Тұра, сен қозғалма. Бәлем, қозғалма. Звондама. Неге не себеп звондамау керек? Сен адам емессің ғой, сен русалка. Ё-моё, мынау неменесің сен? Балыққа ұқсайсың, сен балық адамсың ба? Неменесің? Мынау достар қараңдаршы, мынау аяғы балық қой. Ё-моё, мынау аквариумнан қашып кеткен бірдеңе ғой. Так пистолетімді ұстауымыз, қазір мынау бізді өлтіріп тастауы мүмкін. Маған тиіспе, мен аквариумда жайдан жай қашқан жоқпын. Олар маған эксперимент жасады, сол үшін осы жаққа қашып кеткен болатынмын. Үйді осының судың астына салдым, себебі судың астында көрінбейді деп ойладым. Так судың астында көрінбейді деп ойладым дейді. Так сен мынаны қалай салдың? Мынау қалай су төгіліп кетпей тұр мына жерге? Бұның бәрі русалкалардың магиясының арқасында. Біз русалкалар в общем, андаймыз біз. Магиялар суды біз управлять ете аламыз, суды біз топан су қылып жібереміз, цунами қылып жібере аламыз, немесе суды бір орында тұрып қатып қалса да бәрін істей аламыз. Так, бәсе достар, мынау қалай құлап кетпей тұр? Бағана полицияны звондаған сол екен ғой достар, ё-моё. Так, мен ойланып тұрмын енді, мынау русалкаларға эксперимент жасайды деп тұр достар. Ё-моё, эксперимент жасағанына қарағанда бұларды қинайтын болып тұр, значит. Достар, қараңыздар, себебі бұларда обычный біздікінде аяқ емес достар, қараңыздар, бізде обычный аяқ қой. Бұларда болса, мына қараңыздар, балықтың құйрығы достар, ё-моё. Так, сен русалка бола тұра, неғып балықтар олайсың? Бұлардың бәрі неге ғой? Заманит ету үшін ғой бұл үйді. Русалканың емес, балықшының үйі деп ойлап қалсын дегенім ғой. Сол үшін мен осы жерлерді осындай бытшын шығып тастаған болатым, то есть осындай декорация, осындай балық ұстаған болатым, себебі мен короче. Так, достар, понятно. Неге бұл не істеп қала қойды десем, так, онда біз достар тағы ана градка не үшін сындырдың сен? Так, ол градканы мен байқамай сындырып алдым. Мен өзім бір морковь жегім келіп кетті, сөйтіп морковь жеу үшін оны сындырып тастаған болатынмын. Так, достар, понятно. Ё-моё, достар, мынаған тиіспей қояйық пока что, достар. Мен барып ойланып келейін, яма? Смело ойланып кел, бірақ полицияға айтпашы, яма? Так, достар, полицияға айтпай қойын, достар. Ема, мен барып кішкене ойланып келейін, достар. Ема, что за аномалия, достар. Ема. Так, бізге мынаны кішкене бір уақытша жөндеп қою керек, достар. Еще русалка адам дейтін, ол чё за фигня, достар, офигеть. Мен бұндайды бірінші рет көріп тұрмын, достар, аңыраңыздаршы. Ема, түрі дейтін просто бір түрі Стив, бірақ асты балық болып тұр, достар. Так, в общем, мен кішкене ойлана келе, так, мына пистолетімізді, достар, лақтырып қояқ. Ема, бәрін қорқытатын боламыз, достар. Мен что-то ойланған сияқтым, достар, бізге барға қазір мына үйді русалкаға беру керек сияқты, достар. Ё-моё, так, ана судың астында өмір сүрсе, біздің үйге полиция келетін болса, ема, достар, анан просто андай не алып тастайды. Қазір еще оған біз бір штаны ма бірдеңе беріп қойымыз керек, достар, ата болмайды. Анағанше аяғын кішкене жасыратындай қалып, сосын осы үйге көшірту керек. Ато дейтім, мынандай судың астына кім үй сала қойды десем, осы русалка салған екен, достар. Ё-моё, мына қараңыздар. Еще достар, қараңыздар, батпаймыз ғой біз мынаған. Офигеть, так, біз қазір мына үйді либо бір жителдің үйін, короче, ана уақытша үй қыла тұру керек. Полиция келген кезде бізге айтуымыз керек енді, достар, амал жоқ. Типа біз көрмедік анау деген сияқты. Ато болмаса дейтін русалка адам дейді, ол просто адамның миына сыймайтын нәрсе ғой. Так, онда мен қазір мына русалкаға айтайын, так, барып, сен біздің ауылда тұра тұрасың, бірақ полицияға айтпаймын деп. Так, в общем, сен біздің ауылда тұратын боласың, бірақ біз саған ешкімге айтпайтын боламыз. Все, ешкімге айтпасаң болды ғой. Главный полицияға айтпа. Олар маған қайттан аквариумға тығып маған эксперимент жасайды. Так, полициялар саған не үшін эксперимент жасап жүр? Енді көріп тұрсың ғой, менің аяғым құйрық екен. Дұрыс. Так, ё-моё, достар, так, біз кеттік.
так мынаны барып биздин ауылда туратын болот эми, так пистолетибизди ойбой мен мына жака коюп кеткен экенмин, так биз барып сундукка салып коелук и ана үйдү, короче, ана үйдү полностью азыр русалкага беретін боламыз. Так, ендігінен бастап сен бұл осы үйде тұратын боласың, ема, енді еш жаққа шум шығарып еш жаққа кетіп қалма. Все болды, рахмет саған көп Ермахан, көп рахмет. Ё-моё, мен вообще бұл ауылдан қуып кетем ба деп ойледім. Все, енді осы үйде тұратын боласың сен. Так, достар, ё-моё, біз мына үйге, короче, русалканы қамап тастаған, енді осы үйде уақытша тұратын болады. Потом оны өзі бір мұхитқа ма бірдеңе жіберу керек, достар. Бізге қазір бірінші очередь мынаны бізге тығып тастау керек, достар. Ема, так, достар, бұны тығып тастамайтын болсақ, біз деген қазір тығып тастамайтын болса, бізде деген қазір полиция келіп осы жерлерді қарауы мүмкін. Так, достар, ема, қазір өйстіп жауып тастаймыз, достар. Все, достар, так, осы земляның бәрін ана жаққа барып тығып тастайық. Қазір бізде полиция келіп қалса, общем дейтін біздің бытышымызды шығаратын болады. Так, достар, бізде есікті біреу қағып тұр, уже полицейский келген сияқты деймін. Так, біз есікті ашық. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Менің есімім Қарынбаев Нарынбайс. Фу, үстіңнен не шығып тұр сен? Ё-моё, балықтың не шығып тұр ғой? Иә, бағана балық аулаған, балыққа барғам. Так, общем, сіздердің ауылдарыңызбен тінтіп шығатын боламын, общем, ема. Тінтігенде мен осы ауылды полностью қарам, если бірдеңе болып жатса сізге өзім айтам ғой. Так, осы ауылды қарайтын болсаңыз, онда сізге сендім, если бірақ осыдан русалка бірдеңе шығатын болса, сіздердің ауылдарыңызды полностью тұтқындайтын боламын. Жарайды, все болды. Кете берсеңіз болады. Все, көріскенше. Достар, ема, әрең құтылдық қаны өжге оғанын айтам да. Так, достар, ё-моё. Так, осы мен видеоны аяқтаймын деймін, достар. Потом білмеймін, достар, бүгін дейтін өте біртүрлі күн болды. Ема, біздің ауылда русалка адам дейтін вообще біртүрлі болды. Так, осы терезелер жауып қойық, достар. Енді бізге барынша ананы бір айдай ма, бір аптадай ананы тығып тастау керек. Тығып тастамайтын болсақ, ананы дейтін полицейский алып келіп тағы эксперимент жасайтын болады. Мен так осы жерде видеоны аяқтаймын, достар. Ё-моё, дейтін бара біртүрлі болып бара жатыр. Достар, бүгін видео ұнады деген ойдамын сіздерге. Әрине, ұнаса видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал мен ұйықтайын, давайте.